Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді өзім қолданатын рецептпен бөлісемін. Осы рецепт бойынша оладьи өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ол үшін бізге електен өткізілген ұн, бір жұмыртқа, тұз, қамыр қопсытқыш, бөлме температурасындағы айран, қант және сұйық май қажет болады. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды саламыз. Сосын үстіне тұзымызды саламыз. Сосын қантымызды саламыз. Үшеуін жақсылап араластырамыз. Араластырып болған соң бөлме температурасындағы айранымызды қосамыз. Сосын тағы да араластырып аламыз. Енді ситадан қамыр қопсытқышымызды және ұнымызды өткізіп, бірден ұнымыздың бәрін қоспаймыз, аз-аздан қосып араластырып отырамыз. Осымен қамырымыз дайын болды. Енді табамыздың отымызға қойып, үстіне осылай майымызды шашып немесе жағып шығамыз. Қатты отта қыздырамыз. Қызған соң астын басып қоямыз. Енді қызған табамызға бір ас қасық қамырымызды видеодағыдай құйып шығамыз. Барынша дөңгелек қып құюға тырысыңыздар, сонда оладьиларыңыз әдемі болып шығады. Қамырымыздың бетінде осындай көпіршіктер пайда болған кезде екінші жағына аударамыз. Екінші жағы қызарып піскен кезде аламыз. Осылай барлығын пісіріп аламыз. Осымен өте дәмді оладьиларымыз дайын болды. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып пікір қалдырыңыздар. Сіздермен болған Әсел. Келесі видеода кездескенше.